Сәлем баршаңызға. Бүгінгі видеода осы керемет мелодияны үйретемін. Бұл әнді тарту үшін каподастр керек, немесе ашық струнада ойнай беруге болады. Бұл менің жағдайымда 8-ші латта тұр каподастр. Бірден бастайтын болсақ, аккордтары EM, IM, S, D аккорды. Мелодия 4-ші струна 2-ші латтан басталады. Одан кейін 4-ші лат, 5-ші лат. Одан кейін 4-ші латтан шертіп, осылай мына саусақпен ұрып. 2, 4, 5. Одан кейін 4-ті шертіп, қайттан 2-ші лат. Одан кейін аккордпен басталады. EM деген аккорд 5-ші струна 2-ші лат, 4-ші струна 2-ші лат. Бұл жерде тартылатын струналар 2-ші струна және бас струнасы. Одан кейін 2-ші струна мен 6-ші струна ойналады. Одан кейін ортада осы аккорд ұстап тұрып былай тартылады. 4, 3, 2, қайттан 3, 4. Одан кейін IM деген аккорд басталады. Оның бас нотасы 5-ші струна ашық түрде. Ашық ойналады, ештеңе ұсталмайды. Одан кейін мелодия басталады. 3-ші струна 2-ші латтан. Бас нота. Одан кейін ашық. Одан кейін 4-ші струна, 4-ші лат. Ары қарай S аккорды. Тек қана бас нотасы ойналады. 5-ші струна 3-ші латтан. Астынан 4-ші струна 2-ші латтан ұсталады. Бұда да осылай. Бас нотасы, одан кейін 4, 3, 2, 3, 4. Ары қарай қайтадан басындағы мелодия ойналады. 4-ші струна, 4-ші струна 2-ші латтан. 2-ші лат, 4-ші лат, 5-ші лат, 4-ші латта осылай ойналады. Қайттан 2. Бағанағыдай қайттан EM аккорд ұсталады да. 2-ші струна ашық түрде, 5-ші струна ашық түрде ойналады. Одан кейін сразу астыңғы 3 струнада тартылады. 3-ші струна, 2-ші, 1-ші струна ашық түрде. Ашық, 1-ші струна 2-ші лат, 3-ші лат. Ашық, 2, 3, 2-ден осылай. Қайттан ашық соңғысы. Келесі аккорд D. D-ның өзі ұсталады. Яғни 1-ші струна 2-ші лат, 2-ші струна 3-ші лат, 3-ші струна 2-ші лат. Тартылуы 4-ші струна, 3-ші, 2-ші, 1-ші струна. Ары қарай сразу 1-ші струна ойналады. Яғни 3 рет ойналады 1-ші струна. 1-ші струна ашық ойналады. Одан кейін 2-ші струна 3-ші лат. Одан кейін IM деген аккорд. Мынаны жапса да болады, ашып ұстаса да болады. Маған осылай звучаниесі более ұнайды. Ойналғаннан кейін струна
Анан реттелги тоже самый. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Және де мұның оңай түрі ашық струнада бір струнамен, яғни соло деп аталады. Тартылуы. Үшінші струна бірінші лад. Одан кейін үшінші лад. Одан кейін төртінші лад. Үшінші ладтан осылай тартылады, шертіледі. Қайттан бірінші лад. Екінші струна, төртінші лад. Ары қарай екінші струна, екінші ладтан. 2, 2, 2, ашық. Одан кейін үшінші струна, үшінші лад. Осылай тартылады. Соңғысы төртінші струна, екінші лад. Ары қарай үшінші струна, бірінші лад. Қайттан біріншісі қайталанады, тек тез түрі. 1, 3, 4, 3. Осылай, одан кейін 1. Одан кейін екінші струна, төртінші лад. Одан кейін бірден тоқтамастан сразу былай болады. Мынау үш струнаға баре ұстаймыз, яғни бір саусақпен үш струнадан бірден басамыз, төртінші ладтан. Үшеуін бірақ тартамыз. Тартқаннан кейін бірінші струна, алтыншы лад. Бірінші струна, жетінші лад. Алтыншы ладтан осында істейміз, мына кіші саусақпен. Одан кейін ашық түрде барені, яғни төртінші ладтан. Қайттан алтыншы ладты басамыз. Одан кейін 1, 2, 3. Төртіншісін төртінші ладтан басамыз. Одан кейін артқа сырғытамыз. Екінші ладқа, яғни. Екінші ладқа сырғытқаннан кейін екіні екі рет тартамыз. Одан кейін екінші струна, бесінші лад. Осымен аяқтаймыз. Осылай тартылады. Бүгінге осы. Арнаға жазылып, келесі видеода қандай мелодия немесе ән үйренгілеріңіз келетін комментарийға жазып кетіңіздер.